достарым, біз сендерде хит болып жатқан жүзімді аламыз. Я, сіздерде хит болып жатқан қазір корейский жүзімді біз алатын боламыз, потому что біз оны бір рет жаңа жылға алғанбыз, тоже түріне қызығып, бірақ бізге особо ұнаған жоқ. Оның онша дәмі болған жоқ, су секілді болды. Сондықтан біз всегда қара жүзім аламыз, біздің ауылдағы жүзімге ұқсайды деп. Енді осы жолы может быть дәмі өзгерген шығар. Соның үшін сіздер үшін қазір біз Кореядан, корейский магазиннен сатып алып, сіздерге шынайы отзыв беретін боламыз, иә? Кеттік. Достар, ол бір коробкасы негізі 3000 теңге тұрады. Иә, Кореяда оның бір коробкасы 3000 теңге тұрады. Бұлар особо даже жемейді да оны. Бірақ сіздер үшін қазір барып аламыз. Магазинге бара жатырмыз. Зейіндердің Райналар мектебіне өтіп бара жатырмыз, достар. Дәу мектеп. Так, біз GS 25 деген магазинге келдік, достар. Бұл жақта овощи, фрукты болу керек негізі. Қазір көреміз. Достар, оқтар жоқкен, а біз барамыз басқа магазинге. Басқа жаққа барамыз, иә? Таппай қалдық, что-то одна магазин жоқ екен жақта. Короче, достар, бізден аяқта пепер отыр. Өткенде бізде скоро пепер деген праздник болады. Это типа день возлюбленных по... День влюбленных, иә? Да, День влюбленных. Ей, жаным. Мынандай көп шоколадтарды қойып қойған, жүрекпен. Типа біздің Валентинка сияқты ғой, достар. Сондай праздник екен бұларда. 11-11-11-ші айдың 11-не. Сен пеперода кімге подарка бересің? Мальчик? Да. Чончиюн. Чончиюн. Сен онымен садикте бірге болдың, иә? Я. Сен Зейін кімге бересің? Достарға беру ома. Я? Онда Кимдио, Ким Сожун, Уди. Жүзімдерге келдік. Достар, ан녕하세요. Достар, біз наконец-то таптық. Қазір алатын боламыз. Біз негізі мына түрлерін алып жейміз. Осылар шамал Қазақстандікіне ұқсайды. Кішкене. Достар, сіздер үшін түнделетіп Кореяның жолында сіздердің жүзімдеріңізді алып күшті реакция болсын деп келе жатырмыз. Микрофонмен деп түсіресің ба? Тағы не алдық Зейін біз? Ешіне алған жоқпыз. Жоқ, неге? Видеоға деп. Біз груша алдық. Груша. Я, достар. Блубери алда бар ғой. Біздің грушалар наяқта Кореядағылар. Бір түрлі. Я, басқаша. Ол да сулы. Осы жүзім сияқты. Қазір үйге барып кесіп көрсетеміз. Еще размерінің өзі сюрприз ғой оның. Достар, бізде мына жақта груша. Мен қараңдар, почти мен мынандай басым сақтай. Кән аша ғой. Груша мама ма? Біздің алдағы грушаларды білесіңдер ма сендер? Мен білмеймін, мен кешкіртей болдым. Райна несіне жоқ екен, иә? Менде есімде бар. О, ана зеленый ше. Тәтті, мауылды. Мыналардың дәмі қандай екен? Нормально. Но не такие сильные. Ну, то есть не так сильно вкусно. Менде шашқан. Қазақстандағыдай тәтті емес па? Менде нанға шай. Мен Қазақстаннан негізі күштірек. Қараңыздар, достар. Зейіннің басы и груша. А мен? Екі груша болса ше. Екі груша болса, как раз сенің басың шығады. Короче, достар, біз виноградтан бастаймыз. Так, кім бірінші көреді? Мен. Сулифа. Я первее. Сулифа. Хрустит. Дәмі бар ма? Я. Кішкене. Чуть-чуть. Шамал дәмі өзгерген екен, иә? Я. Қалай? Күшті ма? Ұнады ма саған? Я. Ұнады ма? Ал енді нақты оценка беретін болсақ, Зейін қара. Қазақстанда бұл жүзім
примерно 7-8 мың теңге екен. Өз ақшасына тұрарлық па? Қазақстандағы адамдар алып жей берсін бе? Қалай ойлайсың? Негізі 7-8 мың қатты қымбат болып кетеді. Бір жүзімге кішкентайға. Да? Я негізі көп болып кетеді. Так что, біз просто казахстанский жеген жеп тұр да? Виноград бар. Иә, біз қазақстандікін аңсаймыз, иә, қазақстандікін жегіміз келеді, потому что ода дәм көп. Иә, тәтті, дәмді. Жіктері көп. Да? Түрлері өте көп, иә? Иә. Ал достар, біз мына грушаға келдік. Бұл грушаны мен шыны керек Кореяға бірінші келген кезде өзім груша заводқа жұмысқа шыққам, сол кезде таң қалған, біздің әңгелік секілді екен, грушалар қандай үлкен деп. Дәмі де өте қызық болды да маған, бірақ жеген кезімде вау болмаған. Ол кішкене сулау болды, қатты біздің ауылдағы грушалар секілді дәмді болмады. Прям вау эффект прям болмады, шынында айтайын да. Размері үлкен болған сайын оның дәмі де аз болатындай болып көрінді маған. Қазір алып кеп қойдық. Міне қараңыздар, даже соғы прям бетіне шығып тұр. Қазір балалар көретін болады. Сен жеп көрдіңдер ма негізі бұл грушаны? Конечно, бізде мектепте береді ғой. Мектепте бере ма? Ұнайды ма саған? Маған қатты ұнайды. Қатты ұнайды, иә? Райна, саған ше? Маған бермеді. Соған бермеді ма мектепте? Сен? Өткенде өзін алмай жатқан сосын. Так, кән жеп көріңдер. Сразу налетает Рена. Это то? Сладкий. Сладкий. Бұның дәмі ұнайды сендерге? Выглядит как алма. Ал бірақ сен ауылдағы грушамен біздің осы Кореядағы грушаны салыстырсақ, қайсысы күшті бірақ? Казахстанский, конечно. Қазақстандікі дәмдірек па? Я. Балмен болса, вкуса 8 бал қоя салым. 8 бал. Жүзімге қанша бал қоясыңдар? 9. 9. Твердый 10 ешқайсысында жоқ па? Твердый 10 ешқайсысында жоқ, е? Мен 10. 10 қоясың ба, жаным? Сен Қазақстандағы фруктылардың дәмін бәрін есіңе шығарып алған сақтысың ғой, Көнай? Айта кетейік, Раяна Кореяға 5 жасында келген. Зейін Кореяға қанша жас? 8 жасында келдің ба? Почти 9, да? 9 жасында келді, поэтому Зейннің есінде көбірек Қазақстандағы фруктылардың, тамақтардың. Блюберриді Раяна өте қатты жақсы көреді. Постоянно жейді. Соғы. Ұнайды ма саған блюберри? Оның дәмі, қазір мен сіздерге айтам. Обычный, біздің ауылдағыдай. Достар, мына видео қысқа болып қалмау үшін мен мынандай новинка. Кішкентай суларды алдыртып қойдым балаларға 3 түрін. Мынау кофе. Кофені Зейін ішеді, Райна саған болмайды. И мынандай напитоктардың түрлерін көретін боламыз. Мынау не деп жазылып тұр, мынау? Нақтымай? Соньон сайда. Спарклинг баты ма? Бір нәрсе жазып. Да. Анау кофе Зейіннің қолында. И Раянада сок. Кішкентай. Маме. Маған? Жоқ, Зейін ішеді оны. Сендер обзор жасаңдар. Так, ашамыз. Ой. Тоже что-то как рыть. Ай, а как это взять? Қандай екен? Просто вот так вот закрой. Слишком сладкий. Starbucks емес па, Зейін постоянно Starbucks ішеді. Что-то надо кофені ұнатпай жатыр. Райкада ашамай жатсың. Помогите? Да. Сейчас, я. Я сама. Даже вот нажимается, да? Пожалуйста. Вот есть неше, осындай бутылканы не неше, алюминийді ше, өзім ашамайтындығым, всегда саған папаға ашып берші деп ше, ашып беріңші деп айтқанда, енді қазір өзім өлең болдым. Молодец. Жігіт болдың ғой. Қалай екен? Накөз? Күшті ме екен? Ұнады, я? Осындай сокты көретін болсаңыздар, дүкеннен смело ала беріңіздер. Раяна обзор жасап тастады, ұнады оған. Чатусы. Мынандай ішуге болады, өткенде, бірақ ол слишком сладкий. Ну, жақсы кофе, я? Латте. Анау жақсы сок. Да. Енді мынаны кім көреді? Давай, Сейін.
Пахнет жвачкой. Жвачкой? Я мама кара. Я достар шынымен кәдімгі сағыздың иісі шығады екен. Шынымен саған иіс шығады ғой. Вот, екаш. Газированный очень сильно. Газировкасы көп пе екен? Ішіне газировкасын иіс көп екен. Біздің сарыағашқа ұқсай ма? А? Дәмі бар сарыағаш па? Иә. Короче, алуға болады, бірақ для любителей. Чисто только для любителей. Мы газировку так часто ішпейміз, біз наоборот соктары ішеміз, обычно су ішеміз. Еще алдын соктарын алып аламыз, иә? Иә. Макси чай келді, жақында бізде Кореяға Макси чай ішеміз. Дада соктар ішеміз, нектар келді, иә? Сол соктарды алып ішеміз в основном. Любимый. Иә. Короче, негізі 8-9 ба, осыны алмақ қойындар. Так что лучше обычного вернуть, там андай арзанғыш, иә? Так, енді душа алеміз. Қазір прям қатты емес та, бірақ алға болады. Блюбери. Ол бізде обычный, так что, ну, сендерде андай тоқаты сақты. Бірдей. Корейский қосып жүргенің үшін тоқат еді. Бывает. Так что, ну, нормально. Осы сокта енді кофе нормально, сок для любителей и на сок тоже нормальный есть. Эмет, пошел. Қатты ғой? Бізде видео, короче, уже аяқталды. Так что, Лайк басыңдар, комментарийдерді тіркеліңдер и подписаться, и колокольчик, и пока! Ладно, пока-пока! Пока-пока!